Баршаңызға қайырлы күн көрермендер, сіздермен Гүлнұр. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәл видеодағыдай өте керемет, нәзік, жұп-жұмсақ болып шығатын тәттінің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Яғни дастарханымызға пирожный ретінде ұсынсақ та болады. Дәл осы пирожныйдың жасалу жолын жіберіп алмас үшін видеоны өткізіп алмай, соңына дейін қарап, жасалу жолын тамашалаңыздар. Дәл осы пирожныйды бір жасағаннан өте керемет болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен 3 дана жұмыртқамызды ыдысымызға салып, үстінен дайындап алған қантымызды да салып, миксеріміздің көмегімен осылай біркелкі болғанша жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Біздің массамыз 2 есе ұлғайып, әппақ ақ көбікке айналады. Оның үстінен айранымызды және де содамызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Қаласаңыз, ванилин қоссаңыз да болады. Ванилин біздің пирогымызға ерекше дәм береді. Үстінен сұйық майымызды қосып, осылай венчигіміздің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте алдын ала електен өткізілген ұнымызды 2 немесе 3 бөле отырып, осылай массамыздың үстіне салып, венчигіміздің көмегімен жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Арасында ешқандай түйіршік қалып кетпейтіндей болу керек. Міне, біздің қою массамыз дайын. Келесі кезекте кез келген формаға дайын болған массамызды құйып, тегістеп, алдын ала қызып тұрған пешімізде беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне, біздің дайын болған бисквитімізді теңдей 2 бөлікке бөліп алдық. Арасына жағу үшін креміне бізге сливки, қант ұнтағы және де творожный сыр қажет. Ең алдымен сливкиіміз бен қант ұнтағын миксеріміздің көмегімен қоюлатып аламыз. Одан кейін үстінен творожный сырымызды да салып, жоғарғы жылдамдықта миксерлеп аламыз. Міне, біздің өте керемет болып шыққан креміміз дайын. Дәл осы кремді пирожныйымыздың ішіне жағып шығамыз. Ол үшін бисквитімізді кольцомыздың ішіне салып, кремімізді бір тегіс етіп жағып аламыз. Оның үстінен екінші бөлігінде салып, оны да шамалы креммен тегістеп аламыз. Бетіне жағатын глазури дайын болғанша бисквитімізді мұздатқышқа қоя тұрамыз. Орташа деңгейлі отымызға ыдысымызды қойып, үстінен апельсин шырынын құйып, біздің шырынымыз қайнауға жақын уақыт қалғанда үстінен қантымызды және де кукурузды крахмалымызды салып, венчигіміздің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Дәл осы массамыз қайнаған уақытта отымыздың астын өшіріп, тағы да венчигіміздің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Міне, біздің глазуріміз дайын. Дәл осы глазурімізді бисквитіміздің бетінен ыстық күйінде құйып, шпателіміздің көмегімен жақсылап бір тегіс етіп жағып шығамыз. Дәл осы тәттінің, яғни пирожныйдың толық құрамы мен мөлшерін төменде жазба бөлімінде толықтай жазып қалдырамын. Міне, келесі кезекте дайын болған пирожныйымыздың үстінен осылай кондитерлік насадканың көмегімен кремін жағып шығамыз. Оның үстінен кез келген жеміс түрімен әсемдесеңіздер болады. Мендегі киви және де қатырылған малинаны қойып шықтым. Рецепт ұнаса, қазақша контенттің дамуына аз да болса өз үлесіңізді қоса отырыңыз. Ол үшін
Каналыма тіркеліп, лайк басып, және де өз пікіріңізді қалдыра кетуді ұмытпаңыздар. Әрбір жазылған пікір менің каналымның дамуына өз үлесін қосады. Міне, біздің өте керемет болып шыққан пирожныйларымыз дайын. Дәл осы рецепт түрімен сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Дәмі сөзсіз 100% ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде подписаться батырмасын басып, жанындағы қоңырауша белгісін де баса кетіңіз. Сонда менің әрбір салған видеом бірінші сізге көрінетін болады. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар.